Сәлем достар. Мен бүгін өте дәмді әрі жұмсақ болып шығатын ашымаған шелпек дайындайтын боламын. Каналымның дамуы үшін тіркелу батырмасын басып қойуды ұмытпаңыз. Алдымен 200 мл жылы сүтімізге 2 жұмыртқаны қосып, оған тұзымызды салып, қантымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Бізге 500 грамда 550 грамм арасында ұн қажет болады. Қажеттілікке қарай ұнды аз-аздан қосып араластырамыз. Енді қолымызбен илеп барлығын біріктіреміз. Өте жұмсақ қамыр шықты. Иленген қамырды 10 минут тындырамыз. Қолымызды сұйық маймен майлап, осындай формаға келтіріп, бірдей бөліктерге кесіп шығамыз. Осылай жұп-жұқа етіп жайып аламыз. Қызып тұрған сұйық майға салып, бір жағы піскен соң бір жағын аударып, пісіріп аламыз.
Міне ашылмаған шелпегіміз өте жұмсақ әрі дәмді болып пісті. Сіздер де жасап көріңіздер. Егер рецептім ұнаса, лайк басып комментарий жазыңыздар. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.